Кеш жарық алтын қоңызбен емделуші жігіттер. Менің атым Ержан. Мен осы Нұрқазыл деген баладан осы қыстың күні алып іштім февраль айында. Мен простат, бүйректе тас бар деп, осыны операциямен алғызатын болып, УЗИге түсіп келгенде. Сондай жағдай болған. Сосын осы интернет арқылы осы Нұрқазыл деген бала жаңа алтын қоңыз несін шыққаннан кейін осыны алып нар тәуекел деп іштім, денсаулығым үшін. Басында мен бірінші алған кезде 15-ін алдым. Нұрқазыл маған 20-сын салып беріп жіберді, мен бірақ 15-інің ақшасын бердім. Сосын енді осыны алғаннан кейін мен басында бірден ішіп нәтиже бермеді. Сосын 2-ден 3-ке көштім. Соны іштім, ішкеннен кейін жаңағы мынау туалетке жүгіртті мені. Бірақ енді туалетке барғанда мен жиі бардым. Ал енді қан сүйдім, бәлен сүйдім, түген сүйдім деп оны айта алмаймын. Бірақ енді есебім мен жаңағы есебім шықпайтын. Осыны ішкеннен кейін мен есебім шықты. Сосын жаңа бір ай іштім. 10 күн ішіп, 10 күн демалып қайтып, 10 күн іштім, бір ай болды как раз. Сосын ішкеннен кейін тағы да заказ бердім. 25-ін алдым. Сосын 25-ін алып, осыны ішкеннен кейін мен барлығын бітіргеннен кейін УЗИге бардым. Специально 5000 теңгесін төлеп, УЗИге жаңағы снимок жасаттым. Менің осы пошкымды тексеріп беріңіздер, сосын да мен бүйрегімде тас бар деп шыққан. Бірақ тас жоқ сияқты деп мен өзім әдейі солай еттім. Бірақ барғаннан кейін ешқандай УЗИде тас көрсеткен жоқ. Бұл тасыңызға кетті деді. Мен алдыңғы шығарып берген қағазын көрсеттім. Ол сізде тас болып операция жасаттыңыз ба? Жоқ, жасатқан жоқпын. Мен осында емделдім дедім. Өздері түсінбеді. Содан осы мені биылғы қоңыз деп қайтадан алып ішіп жатырмын. Аллаға шүкір, жақсымын. Бітте ауыр нәрсе көтерсем, жаңа бүйрегім ыстық қалатын. 2-3 күн ауыратым. Қазір енді өзім КамАЗдамын, өзім меншік КамАЗым. Енді любой доңғалақтарын жаңа мынау недерін бәрін енді бортқа шығып түсудің өзі оңай емес қой мысалы. Жақсы тәуба. Ал бұны өтірік айтады деген адам өтірік. Мен енді күн жамылып тұрмыз ғой. Мен енді осымен бір кісі іштім енді. Жақсы, Аллаға шүкір. Мен Нұрқазылға күнге дейін рахметімді айтып отырмын. Бұл әр адам енді өзі біледі. Ішкісі келе ма, ішпей ма, оны өзі біледі. Бірақ адам өзі үшін ішеді ғой, денсаулық үшін. Бірақ енді өтірік ақпарат таратып, өтірік жалған сөйлеген ол мен білмейді екенмін, түсінбейді екенмін. Басында маған да айтқан, ойбай керек емес, бүйтіп қаласың, сөйтіп қаласың, ой ол өлесің деген. Бірақ енді ажалым енді бір Алладан шығар енді. Дәл енді қоңыздан ажалым келген жоқ енді, Құдайға шүкір.